Ассалаумағалейкум ардақты ағайын. Мен қазір Алматы қаласындағы тергеу изоляторында. Ел аузында Си-18 деп аталып кеткен. Ресми атауы Ла-155-18 деп аталатын тергеу изоляторының алдында тұрмын. Яғни бұл түрме. Бұл жерде тар қапаста қаншама азаматтар отыр. Бұл жерде осыдан 10 күн бұрын 4 жылға сотталған, әуежайды басып алмақ болды деп айыпталған Әйгерім Тілеужан есімді қазақтың қайсар қызы отыр. Әйгерім Тілеужан 2016 жылдан бастап жер митингілері кезінде алаңға шығып, елдің мүддесін, халықтың мүддесін, мемлекеттің мүддесін ойлап жүрген адам. Одан берде бірнеше рет митингтерге шығып, 15 тәулікке бірнеше рет қамауға алынған. Ал қаңтар қырғыннан кейін оған әуежайды басып алмақ болды деген айып тағылды. Бірақ айыптар дәлелденген жоқ. Құқық қорғаушылардың сөзіне қарасақ, ешқандай да Әйгерімді қамауға негіз жоқ деп соңына дейін күтілді. Оған ең болмағанда шартты жаза беріледі деп күтілді. Бірақ өкінішке орай сот Әйгерім Тілеужанды 4 жылға бас бостандығынан айырды және онымен бірге 4 бірдей ер азаматты 8 жылға абақтыға жапты. Бұл сұмдық жағдай. Менің артымдағы түрме. Бұл түрмеде кез келгеніміз отыруымыз мүмкін. Қазақстанда ешкім ештеңеден сақтандырылмаған. Қазақстанда әділ сот жоқ, тәуелсіз шынайы парламент жоқ, елдің қамын ойлайтын министр-шенеуніктер жоқ. Яғни осы үш жоқтың кесірінен Қазақстанның болашағы бұлыңғыр. Тоқаевтың айтқан сөздерінің ешқайсысы орындалып жатқан жоқ. Еститін мемлекет деген сөзде жай қалды. Жаңа Қазақстан деген бұл бос ұран екені ашылып қалды. Яғни қазір елімізде ешқандай өзгерістер жоқ. Қаңтар қырғынынан кейін қаншама азаматтар өмірден өтіп кетсе де, қаншама азаматтарымыз азапталды, бірақ елде шынайы өзгерістер жоқ. Назарбаевтар талтаң басып жүр. Назарбаевтардың бүкіл отбасы мүшелері, оған жақындар шетелде түк болмағандай бүкіл байлықтарын сақтап қалып, шалқып тасып өмір сүріп жатыр. Қазақстан халқы сол баяғы кедейліктің қамытын киіп, қиын жағдайда өмір сүріп жатыр. Ешқандай өзгеріс жоқ. Қымбатшылық қысып тұр. Пәтердің бағасы, азық-түліктің бағасы, құрылыс материалдарының бағасы, жалпы өмір сүру тек қазақстандықтар үшін өте қымбатқа түсіп жатыр. Бірақ биліктегі атқамінерлер бұны ойлайтын жағдай жоқ. Осы менің артымда тұрған түрмеде қазақтың қаншама қара көз азаматтары қамауда отыр. Қаңтар оқиғасына байланысты, басқа да жағдайларға байланысты осы әділ соттың жоқтығынан, яғни Қазақстан халқы қазір сотқа сенбейді, яғни әділ сот жоқ деп есептейді. Шынайы халық қалаулылары жоқ. Яғни Назарбаевтар 30 жыл бойы қазақты езіп, жаншып, осылай өмір сүрді. Қазір Назарбаевтың орнына Тоқаев келіп отырды, бірақ ешқандай өзгеріс жоқ. Яғни Қазақстан халқының көсегесі көгеретін күн жақын деп айта алмаймыз. Өйткені ондайдың ешқандай бір алғы шарттары жоқ. Бұл билікте ондай ниет, құлық жоқ. Сондықтан біздің айтарымыз, Әйгерім Тілеужанды қолдауымыз керек. Әйгерім Тілеужанға байланысты, осы Әйгерім Тілеужан қамалғаннан кейін, онымен бірге қамалған 4 жігіт бар. Осы жағдайдан кейін еліміз бойынша Бекжан Тұрыс деген өнер қайраткері, Танакөз Толқынқызы, ақын, жалпы осы әдебиет және өнер қайраткерлері бір топ адамдар билікке үндеу жасады. Яғни Әйгерім Тілеужанды осы азаматтардың ісін қайта қараңдар деп. Өйткені көрініп тұр. Енді қазақтың қаршадай қызы әуежайды басып алды, басып алмақ болды дегенге дені дұрыс, ақыл есі бүтін адам сенбейді. Сондықтан билік тізеге баса беруді тоқтату керек, халықпен санасу керек, халықпен келіссөзге келу керек, елдің мұң-мұқтажын тыңдау керек. Қазіргі жол, қазіргі мынау күшпен елді басқару жолы, ол тығырыққа тірейді. Әйгерімді қамау, ол Тоқаевқа абырой әпермейді. Сондықтан биліктегілер халықты көру керек. Ақпараттық кеңістік қазір Әйгерім туралы хабарға толып тұр. Осыны ескеріп, апелляциялық сотта кері қайтару керек деп есептейміз. Осы эфирге байланысты, осы тақырыпқа байланысты, Әйгерімге байланысты пікірлеріңізді жазыңыздар. Осы эфирді кеңінен таратыңыздар. Бас кеспек болса да, тіл кеспек жоқ. Шындық айтылуы керек. Сіздер өз кезектеріңізді мына арнамызға жазылып, пікір жазып, қолдап, осы хабарды көптеп таратып, ақпараттық қолдау білдіріңіздер. Мен тек сіздерге ғана, қарапайым халыққа ғана арқа сүйеймін. Назарларыңызда болған Абзал Достияр, келесіде жүздескенше.